Аллах тағала әйел адамды қалай жаратқан мен білмеймін. Таң қалам кейде. Егер сіздер Аллах тағаланың ең керемет жаратылысын сұрасаңыз, мен ойланбастан әйел адам деп айтар едім. Шын, оның үйдегі жауапкершілігі, тамақ дайындауы, күйеуінің разылығы, балалардың тәрбиесі, олардың сабағы, қонақ күтуі, оның мойнында тау жүк бар. Ал біз ше? Біз әбден ерке болып кеткенбіз ғой. Әйелімізді көрмей қалсақ, бұртиып қаламыз. Бізге ол ұнамайды. Ол әйел заты әр сөз үшін жауап береді. Тыңдамаса да, ажырап қалсақ та, сосын біз келемізде бүкіл қатын қырсық, шашы ұзын, ақылы қысқа, өз білгенін істейді. Ол аяттар мен хадистерді келтіреміз деп, әйтеуір не керек? Бөгетті су жарғандай нөсерлеп төгеміз сөзбенен. Ал